Иә, мен бірге тұрамын. Қазіргі таңда ол Шымкент қаласында анаммен бірге. Ал 8 жасар қызым. Солай туылғаннан менімен бірге ешқайда жібермеймін. Егер болашақта тұрмыс құрып жатсам, қызым менімен бірге қалады. Тимур өзін тамаша, өте әдемі қыз келген екен, қуаныштым. Тимур уже бастап кетті ма деп қоям. Өзінің талабы сондай ғой, 35 жастағы сондай кісілерге қарап, сондай қыздарға қарайды дейді. Сразу микрофонды алып кірісіп кеттің ба, Тимур? Жоқ, если қыздың ол жасы маңызды емес, если қыз әдемі болып тұрса, ол қай жаста болса да, қыздың жасы әрдайым 18 дейді ғой, сол сияқты мен үшін. Абылай мырза бірдеңе дейсіз ба? Жоқ, бұл жақта Тима аяғынан нық тұрған дейді да, негізінде. Қош келдіңіз. Маржан ханым, өте сұлу да сымбатты екенсіз, аяғыңызда оқтай екен енді, прям сұлу екенсіз. Қана әзілдеп жатыр едіңіз, шын болды. Әзіл ғой енді Балауса ханым, бірақ енді көргеннен кейін айтайық дегеніміз ғой. Жақсы, бонус. Иә, қош келдіңіз. Мен де жаңағы сізге осы жерде бақытыңызды тауып кетуіңізге тілектеспін. Енді сұрағым, жаңағы сіз айтып жатсыз ғой, өзіңізге жас баланы тіпті қатты 20 деп түсіріп жүрген сияқтысыз. Өйткені өзіңіз еркелейтін деп қалдыңыз. Енді жас балалар өйтіп еркелете алмайды деп ойлаймын мен сізді. Абылай андай ғой, жігіт негіз жасқа тоже маңызды емес. Бір бала болады 30-да, бірақ әлі қылықтары 18-15 жасар баланың қылығымен болады. Бір жігіттер болады 20-да болса да 30-35 жастағы жігіттердің ой күйімен бірдей болады деген сияқты ғой. Мен Тимурмен өте қатты келісіп кетемін. Давай, Тима. Ая. Маржан топ деп қойды. Ау, сұрақ қойын деп отырсыз ба? Жоқ, сұрақ қойын деген жоқ. Кім? Жанна ханым. Сөз сұрадыңыз ба? Жоқ, мен сұрақ қойған жоқпын. Дұрыс негізі. Өзінің талабы ғой, әр адам өзінің талабы болады ғой. Бұның Маржан талабы сондай 20-дан жоғары да. Ол да құқылы талабы болу. Негізінде қыздар отырып алып, мына жақта талаптарын қояды ғой, андай болу керек, мындай болу керек. Мен ойлаймын, егер де сол адам сенің жүрегінен орын ала білсе, қыздар ештеңе қарамайтын сияқты. 20 жас дейтін сіз үшін кішкентай емес пе негізінде? Негізі осыға дейін кішкентай баламен қарағат болдыңыз ба? Жоқ, мен күйеуім негізі өзімен жасы үлкен болған, одан кейін менде прям былай салмақты, шынайы арақатынас болмапты. Сол. Жақсы. Сұрақта болсын, басқасы болсын, алдағы уақытта тағы да таныса жатармыз. Қош келдіңіз, Маржан, жайғаса қойыңыз. Құрметті көрермен, енді жылдам танысып жатырмыз, себебі уақыт өте келе эфир барысында да әрқайсысының жеке өмірі басқасы дегендей біле жатармыз. Дәл қазір мен ортаға Ғалымжанды шақырғым келіп тұр.